балдар деген жаттығу жасап отыр. Бұл жерде Қытайдың балдары. Мынандай жерге келдік. Қытай Республикасының Үрімші деген қаласынан сөйлеп тұрмыз. Мынау Қожан тауы саябағы. Биік мына жерден ермейтін еғып жасап қалған мынандай. Мына жерде қараңдар. Мына жерде осындай фонарлар. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Қытай Республикасынан Үрімші қаласынан жалынды сәлем. Қожан тауының ортасында жүр біздер. Үлкен саябақ, фонарлар бар, түнде жанат. Кезінде біздер майшам пайдалансақ, свет жоқ кезде. Олар осындай фонарларды пайдаланған екен. Осындай үлкен. Қазір биіктіктен көрінеміз. Ал мынау нағыз сыйынатын жерлері, Құдайға сыйынатын жері. Кіреберісте андай фейерверктер сияқты бар, соны алып, сонымен тұтатып, соны сөндіріп, солай сыйынады. Біздің адам дегеннен соғады. Ананың ішінде сыйынатын адам бар. Сыйынып жатыр. Айналмалы карусель. Үрімшінің үстінен қарап тұр таудан. Тұман, таудан биікте болғасын. Керемет. Мынандай ағаштар өседі екен. Мынандай ағаштар. Ал, саяхатымыз басталды. Саябақта саяхаттап жүрміз. Мынандай қызыл ағаштар да бар екен, керемет. Ал, осында бір ескерткіш. Үрімшінің жоғарысынан түсіріп тұрмын. Мынау не деп аталады? Ханшау. Ханшау. Бүкіл фонарлармен қоршап тастаған былай. Хан. Шанды бүкіл тауларда жатып кетті. Тянь-шань бар ғой бізде? Иә.